Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Samsung Galaxy S20 Ultra біздің көзқараста. Samsung Galaxy S20 Ultra'ны жеке-жеке талдаймыз. 1. Дизайн. Дизайн жағынан Samsung S20 Ultra өткен жылғы S10-ға қарағанда оншалықты өзгермеді. Тек қана ортада тұрған камера сол жаққа қарай жылжыды. 2. Корпус. Корпусы толық стеклодан жасалған. Оған Gorilla Glass 6 қорғаушы технологиясы орнатылды. Астыңғы жағынан 3.5 аудиожектан осы жылы Samsung толықтай құтылды. Енді барлығы Bluetooth арқылы, яғни сымсыз коннект болуы үшін. Және бір жағынан ол влагозащита үшін қолайлы. 3. Экран. Экранына осы жылы Samsung үлкен өзгерістер, жаңа технологиялар кіргізді деп айта алмаймыз. Тек қана частота обновлениясын 60 ГГц-тен 120 ГГц-қа дейін көтерді. Бұл технология экранның тез істеуіне және сурет сөздердің анығырақ болуы үшін. Экран AMOLED 20:9 соотношениеде, жалпы разрешениесі 3200-ге 1440. Осы экранның өзіне ультра дыбысты қолдың ізімен ашатын сканерде орналасқан. Осының барлығы 6,9 дюймді экранда. Экранның рамкалары жылдан жылға кішірейіп бара жатыр. Осы жылы Samsung экранның алатын орнын 89,9%-ға дейін жеткізді. Жалпы Samsung Galaxy S20, S20 Ultra 2 процессормен ұсынылған. Олар ақш-тың нарығына Snapdragon 865 болса, ал қалған Еуропа және Азия нарығына Exynos 990. Exynos 990 8 ядерлі. Екеуі Cortex A73. 73 беде? Кетегісін өті вообще қайтсаңыз өтасына. Екеуі Cortex A73 2,73 ГГц пен және екеуі Cortex A76 2,5 ГГц пен төртеуі Cortex A55 2 ГГц пен. Ал графикалық чиптің орнын Mali G77 M11 басып отыр. 5. Аккумулятор. Samsung Galaxy S20 Ultra'ға 5000 мАч аккумулятор орнатылған. Көп болуы мүмкін, бірақ 120 ГГц-ті экран үшін бұл өте аз. Өйткені оның энергоэффективтілігі де төмендеу болады. 6. Камерасы. Арқа жағына 3 камера және 1 TOF сенсор қойылған. Олар 108, 48 және 12 мегапиксельді. 108 мегапиксельді камера келетін болсақ, ол қытайлық Xiaomi компаниясымен біргелікте жасалған. Әрине, ол бірінші болып Xiaomi-дің смартфондарына қойылды, бірақ та Samsung оны одан әрі жетілдіріп S20 линейкасына қосты. Ал енді ең қызығы. 108 мегапиксельді камера 100 есеге дейін жақындатып түсіре алады. Ал видео жағына келетін болсақ, алғаш рет смартфондар 8К разрешениеде видео түсіре алады. Фишкалары IP68 влагозащита, NFC модуль және комплектте AKG наушниктері болады. Жалпы Samsung-тың 2020 жылы S сериясындағы телефондар өте сәтті әрі технология жағынан мықты болып шықты. Егер видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендігі шығарылым не туралы болғанын қалайтын едіңіз? Комментарийде қалдырыңыз. Келесі кездескенше қош, сау! Shawty look good in the moonlight. All the special niggas so bad, man.